Түлкі мен құмыра. Егін оруға шыққан бір әже құмыраны сүті мен шөптің арасына қояды. Мұны түлкі көреді де жасырын келіп құмыраның ішіне басын сұғып сүтті ішеді. Бірақ басын құмырадан кері шығара алмай әлек болады. Сонда «Ау, құмыра, біраз ойнадың ғой, жетер, жібер енді басымды» депті түлкі. Қанша жұлқынса да құмырадан басын шығара алмапты. Содан соң ашуға басыпты. «Қап бәлем, тұра тұр, сені суға батырсам ба?» деп жүгіріп барып суға қарғып түседі де суға батып кетеді. Мәтін түлкі мен құмыра жайлы айтылған. Бір күні әже құмырасымен далаға шығып, шөптің үстіне құмырасын қояды. Оны көрген түлкі жасырын көріп, құмыраға басын тығып алады. Сөйтіп, ішіндегі сүтін ішіп алып, басын шығара алмай қалады. «Ау, құмыра, жетер енді, басын» Түлкі ары тартады, бері тартады. Сосын түлкі ашуланып кетіп, «Ап бәлем, тұра тұр, сені суға батырсам ба?» деп суға жүгіріп барып батып кетеді. Мәтінде 6 сөйлем бар. Бірінші сөйлемде 10 сөз бар. Сөз дыбыстан, әріптен құралады.